Қайырлы күн, менің әлеуметтік желі қолданушы достарым. Бүгін мен қазақтың ұлттық асы болып саналатын, соңғы кезде кеңінен таралып, әрбір шаңырақтың дастарханынан орын алатын сірне деген тағамды дайындайын деп жатырмын. Өзімнің ас үйдегі ас дайындаудағы әдісіммен бөлісуді жөн көрдім. Негізінде сірне ол жас малдың балғын етінен жілік болып тұрған күйі, ешқандай туралып, уақыт алмай тұрған кезінде қазанға салып пісірілетін тағам. Қазір оны заманауи түрде алуан түрін дайындап көрсетіп жатыр. Енді ол үшін маған әртүрлі көкөністер қажет болады. Сәбіз, картоп, пияз, помидор, болгар бұрышы, сондай-ақ капуста керек. Мен капустаны ірі қылып турап аламын, екі түрлі қылып, бетін жабатын жапырақ қылып турайым. Сондай-ақ құйрық май қажет болады. Құйрық май ол қазанның түбіне салу үшін қажет болады. Бүгінгі менің дайындайын деп жатырған етім ол жылқының жабағының, жаңа сойылған жабағының қабырғалары. Бұл әдісті мен бірнеше жылдан бері пайдаланып келе жатырмын. Осындай қабырғаларды 2-3 бөлікке бөлгізіп аламын да бөліп салып тастаймын. Дайындар алдында уыттап мариновать етіп қоямын. Міне осылай жаңағы туралған құйрық майды қазанның түбіне саламыз. Бұл негізінде жаңағы шарбы май болғанда өте жақсы болатын еді. Енді қазір ондай мүмкіндік жоқ. Сондықтан да құйрық майды төсей береміз. Негізінде бұл сірненің шығу тарихы байлардың мыңғырған малын бағатын байлардың жалшыларынан шыққан екен деп айтады. Таңда малшылар малды айдап кетеді де, таң ата бір қойды сойып, жерді қазып, қарынға қойды етті салып, үстіне жаңағы от жағып, малдарын бағып әрі қарата айдап кете береді екен. Қас қарая жаңағы малды айдап келе жатып, жолшыбай жаңағы тоқтап, сірнесін жеп, қалған балаларына алып, осылай күндерін көрген екен деп айтадымыз. Енді міне мен қазы, әсіп алдым. Енді буға піскен қазы да әсіп те өте дәмді болады. Осылай еттерін бәрін орналастырып болғаннан кейін жаңағы мына бүткіл көкөністерімді жақсылап орналастырам. Қазанның қай жері бос, еттердің қай жері бос болып қалды, сол жерлердің бәріне жақсылап нығыздап орналастырған жақсы болады. Осылай бірінен соң бірін орналастыра беру керек. Негізінде мен ауылда жүргенде бұл сірнені қазанға пісіретін едім. Қазанға жас малды сойғаннан кейін шарбы майын қазанның астына төсеп, одан кейін еттерді салып, арасына көкөністерімді салып, енді жаз кезінде помидор, болгар бұрышы деген ол мәселе емес. Сондықтан мол қылып салып, қазанымды толтырып, әртүрлі дәмдеуіштерменен уттап, одан кейін қабырғаның сүбесіменен, төсқалдақпенен осы жаңағы қазанның бетін жауып, қақпағын жауып, оның үстіне дастархан жауып, оның үстіне тағы киімдер жауып, әбден буын шықпайтындай қылып, астына от жағып, осылай пісіретін едік. Енді қазір бұл заманауи әдісі. Міне мен жаңа помидордың қазір енді азғантай кезі ғой, мұздатқыштағы помидорымды алдым. Біразғантай универсалды жаңа дәмдеуіштер салдым.
Біздер тұзды онша ұната қоймаймыз, көп тұзды қылып салмаймыз. Демдеушілердің өзінің тұзы жетеді. Міне осылай капустаның жапырағымен бетін жауып, отқа қоямыз. Ең бірінші қатты отқа қойып, бір қайнатып алғаннан кейін, содан кейін отты басып қоя беруге болады. Сөйтіп бұл сірнемізді 2 сағат, 2 сағат жарымға дейін пісіруге болады. Міне бұл бұрқыраған менің сірнем дайын болды. Кішкене аздап отырған. Енді осылай рет-ретімен жаңа нелерді, көкөністерімізді табамызға саламыз. Капусталар қандай балбырап піскен. Мен қонақ келгенде пісіргенде, мен қонақтарым капустасынан салып беріңізші деп, капустаны көп сұрайды. Сондықтан мен капустаны көбірек салам. Қазанда пісіргенде бір капустаны түгеліменен салып жіберем. Картоптан да гөрі капустаны көп салған жақсы көрем. Міне көкөністері, сәбіздері ешқандай бұзылмай, сол әдемілеп туралған күйінде шыққан. Менің қазым кішкене жарылған екен. Биылғы менің соғым арықтау болғандықтан, шектің ішінде бос жатқасын, мен қазының 2 жағындағы жібін алмаған едім. Енді ол дұрыс болмапты. Әсіпті. Ол жақсы піскен екен. Осылай еттерінің бәрін осылай қылып саламыз, бірінің үстіне бірін. Оның үстіне қалған көкөністерімізді саламыз әдемілеп. Бір 2 сағатта оп-оңай дайын болатын, әрі дәмді, буға піскен тағам болып шыға келеді. Енді бетіне қазанның түбіндегі сорпасын құямыз. Осылай әп-әдемі тамақ болып шыға келеді. Егер менің видеом ұнаса, лайк басыңыздар. Өздеріңіздің қалай пісіретін әдістеріңізбен бөлісіңіздер. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар дегім келеді. Тыңдағандарыңызға, көргендеріңізге көп рахмет айтам.